Барлықтарыңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Мына жағдайға қарайық. Көрсетілген жағдайда жасыл автокөлік жүргізушісі ереже бұзды ма дейді. Жауап нұсқалары: А нұсқасы бұзған жоқ, Б нұсқасы бұзды, себебі реттеушінің тыйым салу сигналына қарамастан жүрді. С нұсқасы бұзған жоқ, себебі қозғалысқа кедергі келтірмейді дейді. Құрметті оқырмандар, бұл жерде реттеушінің сигналын нақты білу керек. Қарап отырсаңыздар, сондықтан реттеушінің сигналына тоқталып өтейік. Қараңыз, реттеуші жасыл автокөлікке алдымен қарап тұр, иә? Оң қолын алға қарай созып, сол қолын төмен түсіріп тұр. Енді қараңыз, бұл жағдайда көп адам мына осы сұрақтан шатасады. Мына жерде бағдаршамға қараймыз, немесе жаңағы жол белгілеріне қараймыз деп. Реттеуші болатын болса, бағдаршамға да, жол белгісіне де ештеңеге қарамайсыз. Енді қараңыз, жасыл автокөліктің жүргізушісіне солға бұрылуға мына реттеуші рұқсат бере ме? Реттеушінің сигналдарына сәйкес қараймыз. Міне бізде арнайы справочник дейміз, анықтамамыз бар. Өзіміздің арнайы ыңғайлы жасап қойған оқырмандарымызға. Қараңыз, міне сізге қарап тұр, сізге қарай оң қолын созып тұр. Осы жағдайда рельссіз көлік құралдарына және трамвайға тек оңға жүруге рұқсат. Демек, мына жағдайда бізде жасыл автокөлікке солға бұрылуға тыйым салынады, иә? Қараңыз, құрметті оқырман. Ол не істейді солға бұрылу үшін? Ол әрине мына стоп линияның алдына келіп тоқтайды. Содан соң реттеуші положениесін өзгерткеннен кейін барып, ол жүрісін жалғастыра алады. Егер реттеуші оған рұқсат беретін сигнал көрсететін болса. Міне осылайша, құрметті оқырман, реттеушінің сигналын анық түсініп алуға болады. Мына жағдайда бізде жасыл автокөлік жүргізушісі ереже бұзды, себебі реттеушінің тыйым салу сигналына қарамастан жүрді деген жауап нұсқасын таңдаймыз. Құрметті оқырмандар, егер сіздерге осындай талдаулар ұнаса, біздің тегін сабақтарымызды қарап, күнде шығарылымды қарап өткізбей, бізге қолдау білдірсеңіздер, біз жұмысымызды әрі қарай жалғастыра береміз. Назарларыңызға рахмет. Бізбен бірге жүргізушілік сауатыңызды өсіріңіз.